Ассалаумағалейкум жігіттер. Мына жерде бір бауырым сұрақ қойыпты, қыздармен қалай сөйлесу керек екенін түсінбедім. Бұл сұрақтың өзі негізі дұрыс емес та. Қыздармен қалай сөйлесу керек деген, қыздармен не туралы сөйлесу керек деген сұрақтың өзі как-то дұрыс емес. Өйткені адам әртүрлі, қыздар да әртүрлі, жағдай әртүрлі болады, танысудың түрі әртүрлі болады. Біреу арқылы танысасың, өзің танысасың дегендей, кафеде отырасың, кинода жүресің, зоопаркте жүресің, яғни тема да әртүрлі да. Бірдей шаблон жоқ қой, сен мына қызбен тура осылай сөйлесесің, сол темадан кейін мынаны айтасың, мына темадан кейін мынаны айтасың деген нәрсе өтпейді ғой. Ол адам әртүрлі болғаннан кейін біреуге қызық емес дегендей, яғни жігіттерге бір таңғалатын нәрсе бар осындай: маған дайынын бер дейді да, дайын схема бер, мен тура солай істеймін, маған оны үйретпей ақ қой, маған тек қана айт, қалай істеу керек, қалай жүру керек, соны көрсет, болды. Яғни жауапкершілікті алғысы келмейді да, өздері дайынды алып тура солай істеп, сосын болса болды, болмаса мынау жұмыс істемейді, басқасын бер дегендей әңгіме айтады да. Бұл енді жігіттердің өздерінің жауапкершілігі ғой. Жігіттердің емес, жалпы адамдардың да. Адамдар ол сондай, жігіт ер емес, жалпы адамдар да сондай. Қазір бәрі дайын нәрсені маған үйрете сал, формуланы көрсет, мен байып кетейін, дайын схеманы көрсет, мен қыз сындырып алайын, дайын бір шаблондарды айт, сөздерді айт, үйреніп алайын, солай айтайын, сосын қыз маған қарайды дегендей да. Бір дайын сөздерді айтуың болады, дайын бір схемаларды қолдануға болады, бірақ ол бір белгілі жерге дейін ғана да. Белгілі жерге жетесің, одан кейін дальше сен өзің маскаң шешіледі. Өйткені схема бітеді, ол бітетін жеріне жеткенде. Сол кезде сенің өзіңнің шынайы бейнең шығу керек. Қызық адамсың ба, қызық емес адамсың ба, пустойсың ба, жоқ, ішің толып тұр ма, сол көрінеді сол кезде. Енді антикурсты өтіп тұрып мен қызбен сөйлесе алмадым, білмедім деген нәрсе, енді значит сабақты дұрыс түсінбедің, бауырым. Яғни өйстіп ойлайтын жігіттерге да енді жалпы айтарым. Екіншіден, қызбен сөйлесем, не туралы сөйлесем деген сұрақ. Қыздармен не туралы сөйлесу болады? Көп қой тема. Саяхат, балалық шақ, қыздың арманы, қыздың хоббиі, сенің хоббиің, сенің өміріңдегі бір қызықты сәттер, екеуіңге бірге ортақ бір хоббилар ойлап табу, план құру, бармаған жерге бару, көрмеген нәрсені көру, бір-біріңмен киноларды алмасу, музыка алмасу, кітап алмасу, ой алмасу, пікір алмасу. Білмеймін, осындай қаншама қызықты нәрселер бар кезде мен не туралы сөйлесем деген нәрсе, енді білмеймін, бұл жігіттерге мен қалай үйрететінімді. Осы тема ең көп келетін сұрақ қой, не туралы сөйлесем деген. Бұл жігіттердің өзімен сөйлессең де, негізі ол тек қана қыздармен емес, жалпы жігіттермен де сөйлесе алмайтын жігіттердің сұрағы да ол. Өйткені сенің өміріңде бір қызықтар болып жатса, күнделікті бір жұмысың қызықты болып жатса, өзіңнің бір істеп жатқан тірлігің бар, жаңадан таныстарың бар, баратын бір сабағың, курсың, тренингің бар, бір айналысып жүрген бірдеңең бар да, сол кезде сенің айтарың да бар адамдарға, бөлісерің болады да, оқыватсың, бірдеңе үйреніп жатсың. Яғни сенде бір қызық бар, өміріңде прогресс бар. Сол сен не істейсің, сонымен басқалармен бөлісесің. Тура сол сияқты сенің өміріңде еш нәрсе жоқ болса, стабильно жұмыс, оқу, сабақ болды, басқа еш нәрсе жоқ, онда сен жалпы қызық емессің ғой өзің. Жалпы сенің айтатының жоқ қой, бөлісетінің жоқ, ойың жоқ, еш нәрсе оқып отқан жоқсың, еш нәрсе үйреніп отқан жоқсың, жаңадан ешқандай информация басыңда жоқ. Онда сен шынымен де ешкіммен сөйлесе алмайсың, тек қана қыздармен, жалпы сөйлесе алмайсың адамдармен. Неге? Өйткені сенде айтатын еш нәрсе жоқ, сен тек қана алушысың. Қыздарға беру керек анда-санда. Қыздар тыңдағысы келеді. Қыздар жалпы қандай жігітке ғашық болады дегенде, ол енді біз внешность айтамыз, тестостерон бәрін айтамыз ғой, дұрыс, оның бәрі. Бірақ ең бірінші нәрсе бұл интеллект та, жігіттер, ақыл. Яғни қыздың өзінің бір картина мирасы болады да. Мысалы, әр адамның өзінің бір көзқарасы бар да, өмірге деген көзқарасы бар, отношенияға, тамаққа, киімге, бәріне өзінің бір көзқарасы бар да, адамдардың. Ал енді сен келесің да, сол көзқарасты бұзып жібересің да, сол қыздың ойлап жүрген нәрсесін аласың да, бұзып дәлелдеп бересің да, что олай емес ол. Модамен жүруге болмайды, басқаша да жолы бар. Сен аптасына 3 рет тамақ ішесің ба, күніне 3 рет тамақ ішесің ба, күніне 1 рет тамақ ішуге де болады деп, соны дәлелдеп, соның көзқарасын өзгертіп, қыздан ақылды екеніңді көрсете алсаң, яғни соның картина мирасын өзгерте алсаң, от қыз сол кезде саған ғашық болады. Сен түрің, фигураң, ақшаң бар, жоқ, ол кезде ойнамай қалады рөл. Неге? Өйткені сен қыздан ақылсызсың, сен қыздың ойын бұрып басқа жақты дәлелдеп бердің да, қыздың картина мирасын өзгерттің. Тура сол сияқты екіншісі, қыздың настроениесіне әсер ете аласың. Көңілсіз отыр еді, күлдірттің, көңілін көтеріп жібердің. Көңілді күліп отқан еді, алдыңда жылата салдың, жылатып жібердің. Міне. Осындай екі нәрсені сен игере алсаң, саған қыздар ғашық болады. И сенімен қызық болады отношения. Бірақ соны игеру үшін
сенің өміріңде бірдеңе болу керек та, сен пустой болмау керексің, сенің басыңда бірдеңе болу керек, хотя бы өмірің қызық болып жатпаса да әйтеуір бірдеңе көріп, бірдеңе естіп, бірдеңе тыңдап жүрген адам болу керексің, чтобы басқалармен бірдеңе айта алатындай, бөлісе алатындай. Өйткені мен саған айта аламын, жаңа айтып жатырмын, көп қой тема, саяхат туралы сөйлес. Саяхат деген теманың бар ғой, мында путешествие деген нәрсені бір ай сөйлесуге болады осы тема туралы. Бір ай осыны созуға болады. Балалық шақ туралы тоже бір ай созуға болады, әңгіме айтуға болады да. Кіріп кетуге болады осыны. Оу, қызықты еске алып, суреттерді көрсетіп, күліп, кәдімгі родной болып кетуге болады да осы темада. Бірақ біздің жігіттер не істейді? Сәлем, қалайсың, не істеп жатсың? Күнің қалай өтті? Жақсы ма бәрі? Болды, осымен тоқтат. Ал сен өзің өміріңде қызық болса, знаешь, мен бүгін осындай нәрсе көрдім. Білесің бе, мен бүгін осындай нәрсе оқыдым. Бүгін осындай жерге бардым. Оказывается, сол былай екен. Оказывается, мен осындай осы уақытқа дейін осылай ойлап жүрсем, солай екен. Сен қалай ойлайсың осы туралы деп өзің бір идея тастай алмайсың, потому что сен пустойсың. Ішіңде ешнәрсе жоқ. Сөйтесің де готовый шаблон сұрайсың, маған үйрет, маған бер, қыздармен қалай сөйлесу керек екенін. Мен саған готовый шаблон айтып тұрмын. Сен өміріңді қызықтандыр. Сен өміріңе бірдеңе қос, миыңды жұмыс еткіз, денеңді жұмыс еткіз. Қызықты өзіңе қызықты бол. Бірдеңе үйрен, сөйт те сонымен бөлісші. Қызға бөлішші, айтшы, қызға осындай болып жатыр екен. Мен осындай естідім. Сен көрдің бе осындай киноны, немесе осындай нәрсені естідің ба? Осындай музыканы тыңдадың ба? Осындай кітапты оқыдың ба? Оқысаң қалай екен, көрсең қалай екен? Не ойлайсың? Не түйдің? Не түсіндің? Менің ойымша ол былай сияқты. Сен қалай ойлайсың? Сен келіспейсің бе мен? Келіспейсің ба? Неге келіспейсің? Саяхаттадың ба, бардың ба, бармадың ба? Неге бармадың? Не үшін бардың? Бардың ба? Қашан бардың? Қалай бардың? Қаншаға бардың? Кіммен бардың? Қалай екен? Ұнады ма? Енді қайда барғың келеді? Мен де сол жаққа барғым келіп тұр. Мен де осындай жерге болдым, көрдім. Давай бірге барайық, көрейік. Тема көп қой. Неше түрлі нәрсе бар ғой. Бірақ сен өзің пустой болғаннан кейін, конечно, сенде еш нәрсе жоқ айтатын. Сосын қызға келіп, сәлем, қалайсың, не істеп жатсың? Болды. Жақсы, бәрі аман, сен? Болды. Сонымен тоқтады. Әңгімең жоқ дальше. Осылай жігіттер, мен кішкене кешкі серуендеп жүріп келе жатыр едім. Кішкене ентігіп кететін бар сөйлеген кезде. Бір оймен бөлісіп жатырмын. Яғни осы сұраққа жауап болсын деп те. Сондықтан қыздармен не туралы сөйлесем емес, қалай сөйлесем деген сұрақ дұрыс болатын шығар. Қалай деген сөз ол қандай позицияда сөйлесем, әңгімені мен алып отырамын ба, или қыз алып отырамын ба? Осыны ойлау керек. Яғни мен қызға әсер ете аламын ба, или қыз маған әсер етіп қайта мен бір собеседованиеға жұмысқа келген адам сияқты қызға жауап беріп, қыздың алдына өтпей қаламын ба, өтем ба деген сияқты қорқып отырамын ба? Сен сөйтіп қорқып тармас етіп отырсаң, конечно, қыздар саған қызықпайды, қарамайды. Потому что сен оған әсер ете алмайсың қызға. Сен қызықты емессің. Тіліңмен де, түріңмен де, өміріңмен де. Сосын готовый бір шаблонды алып, тура сөйтіп қимылдағың келеді. Бірақ ол готовый шаблонды алғанда да ол не істейді? Тоқтайды, шаблон бітеді бір күні. Сосын сенің реальный маскаң ашылады. Сондықтан жігіттер, өздеріңді дамытыңдар. Ақшаны қыздарға емес, өздеріңе салыңдар. Пока. Жассыңдар ғой әлі. Қыздар кездеседі. Қыздар көп. Вопрос, сен өзгере алмай қалсаң, сен ешнәрсе өзгертпей жатсаң, өміріңде қызық болмай жатса, онда мың қызбен кездессең де ол пайдасы жоқ та. Мың қызбен кездессең де, бірақ сен өзің ішің пустой болатын болса, барлық сол мың қыздан да сондай бір отказ алуың мүмкін. Сосын вообще қыздардан көңілің қалады да. Сондықтан мүмкіндігінше, мүмкін болса, ақшаны өздеріңе салыңдар, өздеріңе құйыңдар, өздерің дамытыңдар, көрмеген жерге барыңдар, білмеген нәрсені оқып үйреніңдер, танысыңдар жаңа адамдармен. Сол кезде сен қызықты адам боласың, ол кезде сенде уже сұрақ болмайды, мен не туралы сөйлесем, қалай сөйлесем деген нәрсе. Сенде автоматически айтатын нәрсе көбейеді. Сен өйткені қызықсың. Болды, сұраққа жауап осы жігіттер.